бір маңызды зат жайында айтатын боламын. Сол маңызды затпен сіз атақты боласыз, сіз бай боласыз. Немесе сол нәрсені сіздер бір нәрсені жасамайтын болсаңыздар, яғни білмейтін болсаңыздар, сол маңызды нәрсені сіз төмендікте, яғни зарплатаға жұмыс жасайтын боласыздар, аз ақшаға жұмыс жасайтын боласыздар, біреудің сөзін естіп жүретін боласыздар. Ал осы видеоны жақсылап көріп алыңыздар. Осыны істеңіздер, әшейін көре бермей істеңіздер. Ал ендеше кеттік, бастайық әңгімемізді. Ол не нәрсе деген сұрақ туады. Мейлі сіз ютубта, тиктокта, инстаграмда, неше түрлі бағытта, любой темада болсаңыз да сіз сатуды үйреніңіз. Так, мынандай сұрақ туы мүмкін. Қайдағы сату? Мен ютубермін ғой, ё-моё. Не айтып тұрсың? Асқар, сен не айтып жатсың? Ютуберге, тиктокерге сатудың не қатысы бар? Мен просто тиктокер боламын, просто мен ютубер боламын. Сату деп әшейін ол көшеде отырған мындай товарды сатып, мынаны ал, мынау 500 теңге, 1000 теңге деген әңгіме емес. Сату деген ол өз жұмысыңды сату, өз лицоңды сату, былай айтқан кезде сатудың түрлері көп. Осы сату арқылы, яғни сіздің өткізу, яғни түріңізді өткізу, немесе басқа адамдарға өзіңді ұсыну, немесе даже мен сіздердің қазір уақыттарыңызды сатып алып отырмын. Осы видеоны қарап жатсыздар, сол үшін де мен сатуды білмесем сіздерге не былай деп сөйлей алмай отыра беремін. Сіздер нәтижесінде менің видеомды көрмейсіздер де өткізіп жібересіздер. Уақыттарыңызды бөлмейсіздер. Ал уақыт ол ақша. Сіздер маған ақша бермесеңіздер, сіздер маған уақыттарыңызды беріп, не қылып жатсыздар, ақпарат беріп жатсыздар. Осы себепті менің видеом алдыға жылжитын болады и просмотр жинайтын болады. Нәтижесінде сіздер осы видеодан бір үлкен маңызды пайданы алатын боласыздар. Менің айтқым келіп тұрған нәрсе, ол сіздер сатуды білмесеңіздер ешқайда бара алмайсыздар. Дұрыс па? Ешқайда бара алмайсыздар, еш жерде табысты бола алмайсыздар. Ол бұрыннан бері келе жатқан нәрсе. Қаншама кинолар бар, қаншама сабақтар бар, қанша видеолар бар осы сату туралы, сатудың маңыздылығы, сатуды үйту керек, бүйту керек, жүрегі, сату деген бизнестің жүрегі. Сата алмасаңдар, сіздердің товарларыңыз немесе сіздердің қызметтеріңіз сапалы болса да, мүмкін сіздің оригинал болса да затыңыз сата алмасаңыз пайдасы жоқ. Көптеген компаниялар, әлемдегі атақты компаниялар, әлемдік брендтер не істейді? Сату мамандарына қатты көңіл бөледі. Сол үшін де сатуды сіздер жақсы меңгеріңіздер. Қабілетпен бірге сату екі орында тұрсын. Сіздер білесіздер ма, кейбір адамдар болады, өте мықты маман, бірақ не сата алмайды. Ол кісіні ешкім танымайды. Мысалы, мен бір таныс жігіт бар, атын айтпай-ақ қояйын. Мобилографиядан сабақ береді, түсірген кезде мықты түсіреді енді. Мен өзім таң қаламын. Ал бір жігіттер бар, көбіңіз білетін, средний курс сабақтар мобилографиядан, бірақ нәтижесінде ол өз-өзін жақсы сатады, қымбат сатады, көп сатады. Сондай оқиғаларды жиі кездестіріп отырасыздар. Енді менің айтқым келіп тұрған нәрсе, сіздерге не қатысы бар бұл әңгіменің деген сұрақ туады сіздерге. Бізге не қатысы бар? Асеке, не айтып жатсың? Мен ютубер болғым келеді, просто тиктокер болғым керек. Мен біреуге сатқым келмейді еш нәрсені. Телефон звондап, алло, мына товарды аласыз ба? Әлде менің жұмысым мынандай еді. Осы нәрсені үйреніңіздер. Енді сатуды қалай үйренеміз? Сатуды қалай бастап мақсатта қалай сөйлесеміз жалпы? Бәріміз туылғаннан сату маманы емеспіз ғой. Мен ютубер болғым келеді, мен сату маманы болғым келмейді, мысалы, жарайды. Ертең ютубты үйренесіздер, шемішкідей шағасыздар, семішкідей дамыдыңыздар, ақша тауып отырсыздар, айына 200 000 теңге мысалы ютубтан. Енді не, ары қарай 300 000 теңге тапқың келмей ма? Әлде 500 000 теңге тапқың келмей ма? Или миллион тапқың келмей ма? Сен 200 000 теңгемен жарайды, жұмыстан шықтың, 200 000 теңге таптың, 6 айдан кейін мықты ютубер болдық делік. Ал дальше қайда барасыздар? Отыра бересіздер ма сол 200 000 теңгемен? Машина алмайсыздар ма? Қымбат машина алмайсыздар ма? Үй алмайсыздар ма? Мүмкін сізден көп ақша табатын маман шығатын шығар. Дұрыс. Бірінші рет көрген адамға күлкілі сияқты, мынау не айтып жатыр? Сату, маған ешнәрсе керек емес, маған 200 000 теңге жетеді десеңіз, ол таза ақымақтың ойы болады. Ешқашанда ол еңбек еткен кезде адам, еркек адам, особенно. Бұл жерде мен еркек адам дегенде мужество деп айтам да, бұл әйел адамдарға да қатысты әңгіме. Мақсатына жетем деген адам ер мінезді, бизнесте деп айтам, басқа темада ешнәрсе айта алмаймын. Осы ақша табуда адам өжет, мықты, қалай айтқанда, жұлып жейтін болу керек. Жұлып жейді деп біреудің затын ұрлап или ақысын тартып алып, ондай нәрсе емес. Легалия түрінде алып алу. Мысалы, мен сіздердің алдыларға видео шығарып отырмын, дұрыс па? Мен өз-өзімді сіздерге сатып жатырмын. Сіздердің уақыттарыңа сатып жатырмын. Нәтижесінде сіздер маған уақытыңызды бересіздер, мен сіздерге видео шығарамын. Міне, сауда деген осы.
Нәтижесінде мен сіздерге көптеген нәрселерді айтамын, маған монетизациядан ақша түседі. Сол үшін де маған тіркелдіңіздер, сол үшін де көресіздер. Ал енді сіздерде отырасыздар да, көп адамдар, мен қаншама ютуберлерді білемін, мықты ютуберлер деп те санаймын олардың, бірақ өзінің жеке ютуб каналы жоқ. Сіздер қараңыздаршы, Асқар Нұрақов деген сияқты қанша бір қазақ тілінде неше ютуб каналды осындай ютуб жайлы айтатын адамдар бар. Бір-екі адам ғана бар. И то ол да бір 5-6 ай бұрын тастап кеткен видеоны. Ойлап қоясың, мыналар неге шығармайды? Сол баяғы 5-6 ай бұрын тастаған, болды, сонымен исчез, протеин жоқ. Ал мен тоқтатпай түсіріп жатырмын. Не деген сөз? Бұл значит, бұл менің айтқым келген нәрсе, жалғасты болу керек сатуда, алдыға жылжу керек. Сату деген нәрсе ол жай ғана ақша бердім, ақша салдым, базардағы әңгіме емес. Мен бұрын базарда жұмыс жасаған кезде телефон алуға келеді біреулер, мысалы, киім алуға келеді біреулер. Соларға мен бір затты ұсынсам, бір затты іздеп келеді, екінші нәрсені мен ұсынатынмын. Нәтижесінде үшінші затты қосып алып кетеді. Сату деген қаяқта, сауда деген қалай болады? Аяқ астынан шыға келеді ол деген. Бір нәрсені алып жатыр, ол маған мынандай нәрсе бар ма сіздерде дейді. Сосын иә бар бізде, енді алып жатыр. Айтпақшы бізде мынандай новинкалар бар. Айтпақшы бірдемелер бар деген әңгімелер болады еді ғой. Сол сияқты енді сатудың не керегі бар? Миллион теңге қалай табамыз? 200 мың теңге тауып жүрген Асқар қалай көбірек ақша тапты деп ойлайсыздар? Сөйтіп мен ютубтың темасын үйрендім де келіссөздер жүргіздім балдармен, адамдармен, жігіттермен, қыздармен, компанияның бастықтарымен келіссөз жүргіздім. Менің қызметім мынау, мен осындай жұмыстарды жасаймын, менің талап ететін зарплатам, яғни менің позициям, маған осындай 200 мың теңге бересіз. Мен сізге, сіз маған айына 200 мың теңге берсеңіз, мен сізге мына жұмыстарды жасаймын, және сіздің жұмысыңызды мен дамыту керекпін деп айтам. Плюс сіздердің сату мамандарыңызды дайындаймын, оларға білгенімді айтамын, олар бірге дамиық. Зато сіз маған 200 мың теңге бересіз, ары қарай уже сіз, может, мен себепті 2 миллион, мен себепті 20 миллион табам. Сондай сияқты нәрселерді мен өзімді саттым. Сосын маған ойланып отырады да, айына 200 мың теңгелік адамға айналдым. Мен сіздерді 1,5-2 сағат, 1 сағат барып жұмыс жасаймын, сауда жасап берсем болды. Или там мен сендердің YouTube каналдарын жүргіземін. Менің YouTube каналдарым мынандай. Иә, менің жұмысым былай жасаймын. Нәтижесінде сен YouTube'дан мынандай ақша табасың. Мен зарплата аламын, сізді дамытамын. Қанша зарплата? 200 мың теңге айына. Айына 15 контент саламын. Плюс сценарий талап етемін. Сіз былай түсіресіз, былай сөйлейсіз, анау деген сияқты нәрселерді айтамын. Олар айтады, так, блин, мынаған ақша берсем. Я өзім жұмыс жасаймын, я мынаған тапсырамын. Мынау профессионал сияқты. Кейстері бар, сөйлеген сөзімен істеген істер сәйкес келіп тұр. Давай мына 200 мың теңге бер. Любой адам, конечно, мен де беремін. 200 мың теңге ал сен. Сен арқылы 2 миллион теңге. Ол бизнес ол. 200 мың теңге салады, 2 миллион теңге шығарып алады. Қандай күшті, көрдіңіздер ма? Сіздер де істейсіздер оны. Дұрыс па? Ал енді мен бүгін олай істеңдер деп атқан жоқпын. Ақшаларыңыз көп болса, пожалуйста, істеңіздер. 200 мың теңге. Бірақ мен сіздерге қарапайым адамдар ретінде айтып жатырмын. Мүмкін араларыңызда енді ютубты бастап жатқан адамдар болады. Әлі жүргізіп жүрген каналдан ақша тауып жатқан адамдар бар. Енді сіздер сол 100 мың теңге, 50 мың теңгемен $100 айына шығарып жүре бермеңіздер. Мен айтатыным негізі ютуберлер, тиктокерлер, инстаграмдерлерге айтатыным 100 мың теңге, 50 мың теңгемен қатып қалмаңыздар. Алдыға жылжыңыздар. Сіздер миллион теңге де таба аласыздар. Жайлап. Потому что неге көп уақыт кетпейді жұмыс істегенге. Көп уақыт кетпейді. Бір жерге барасыз. Бір уақытта 10 каналды жүргізіп, немесе 10 орында жұмыс жасай аласыз. Бір уақытта. Бір күнде, да, қалай енді. Бір айына, бір сәтте деп айтайық. Мысалы, ана жермен келісесіз 100 мың теңге, мына жермен келісесіз 200 мың теңге. Ана жерге барасыз 500 мың теңге, мысалы, да. Ана жерге барасыз 150 мың теңге. Тік есептеп қарайсыз 1 миллион теңге. 10 жердің проблемасын шешіп жатырсыз. Ондай жоқ демеңіз, ондай бар. 150-160 каналдарды қарап отыратын адамдар болады YouTube каналдарда. Қазір бәрін реттеп қойған, команданы алған. Адам басына 10 каналдан келеді, кейбіреулері 5-6 каналдан командасы. YouTube сондай бізде. Бухгалтерлер сияқты. Бухгалтерлерге отчет жасап отырады ғой, 10-15 мың теңгеге ақшасын төлейді, 5-6 компанияны алып алады. Солай. Ютуберлер тоже самый. Оған қызық емес, бастықтар айтпайды саған, ойбай, сен мына жерде азаннан кешке шейін сағат таң 9-да кел, 6-да үйіңе қайтасың, осы жерде отыр. Сен отырғызғанда не пайда ол жерде? Бір видео түсіресің, 10 видео түсірмейсің ғой жерде, 2 видео, 3 видео аласың, ары қарай Instagram, TikTok, YouTube үлгере алмай қалады өзі. Видео деген нәрсені күніге біреу немесе 2 күннен бір салу керек. Тіпті 3 күннен бір салу керек. Потому что ол каналға түскеннен кейін, TikTokқа түскеннен кейін, Instagramға түскеннен кейін адамдар көріп үлгеру керек қой. Бір видеоның үстіне екінші видеоны салып тастасаң, ананы көріп отырады, о, мына уведомление келіп тұр мына жаққа. Бір-біріне кедергі жасап,
дұрыс па? Сосын нәтижесінде каналдарыңыз охваттанып өледі. Сосын айтасың, Басеке, бауырым, мен күніге 3 видео сала алмаймын, бірақ видео салам, может даже 2 күннен бір видео салам. Аккаунтың ол көтермей жатыр. Аккаунтты өлтіреміз жаңа, TikTok аккаунтты өлтіреміз, TikTok парақшаны. Instagram өліп қалады, қайта-қайта үстіне сала берсек. Салған видеомыз адамдардан көп просмотр болмаса, ол біздің видеомызды артқа тастап, просмотр болмай қалады ертең деп. Сол үшін де менің айтатыным, міне, сатуды үйреніңіздер. Қандай мақсат болса да. YouTube'ты бір үйрену ол бөлек нәрсе. Сатуды үйрену жалпы нәрсені, ол бөлек нәрсе. Бай адамдар сатуды жақсы істейтіндер. Сіздер ойламай қойыңдар, сату тек мынамен болады екен, ақша, товар емес, уақытпен адамдардың вниманиясы, саудада соның ішінде төбе соның ақшаға айналады. Мысалы, сіз бір жерге барып келсеңіз, 200 мың теңге, былай келсеңіз 150 мың теңге. Айтпақшы, менде әр 11-де әр күн сайын TikToktан эфир болады. Сол эфирде мен бір жігітке айтқан болатынмын, алматылық жігіт, Батыр деген, 83 жылғы. Сол маған хабарласады. Мен отырып эфирде айтам, TikTokта мықты сөздерді айтам, ана эфирде былай істеңіздер, TikTоктан былай істеңіздер, сөйтіп жұмысқа табасыздар, ақша кіресіздер деп айтсам, бір кісі, бір жігіт барып, мен істеңдер дедім да, сол кезде істеңдер, жүре бермеңдер деп. Сөйтіп бір жігіт барғанда, Алматыда бір жерге барып, біреудің противоугонный деген нәрсесі бар, андай кішкентай аппарат, мафеттерге арналған сондай точкеге барып, бесплатно түсіріпті. Нәтижесінде ол 4000 просмотр жинап атқан, мен көрсетті маған. 4000 просмотр жинаған, сосын клиентпен кездесіпті. 3 күн тегін жасап бересің, егер продажа болып атса, сенмен өзара ақшаға келісетін боламын деп айтқан. Сөйтіп, жаңа Батыр деген жігіт ағамыз, енді оның түрін көрмедім, TikTok'ын жіберді, WhatsAppқа шықты, эфирде отырады күн 11-де. Енді сол бағана жазады маған, мен енді бастайын деп жатырмын, уже 3 күн болыпты, менен кейін 6 адам келіп сауда жасап кетіпті дейді, ана видеодан кейін. Видеодан келдім деп айтыпты. Бастықтар жағын. Енді сол жердің хозяйны айтқан магазиннің. Сол айттым, былай, короче, сол сенен келді, 6 адам келді деп айтқан. 6 адам сауда жасағанда, 6 адам 60 адам әкеледі ертең. Біреуге бір затты сатып үйренсең, болды, басынан бастап алгоритм айнала береді. Алам, сатам. Сөйтіп, ана жігіт не дейді? Асеке, олармен қалай келсем деп маған сұрақ WhatsAppқа жазып жатыр. Мен қазір кішкене уақытым болғаннан кейін ол кісіге может айтамын, мен былай жаса, былай келіс. Ол өзінің осы уақытта сату керек болып тұр. Маған айына мынандай ақшаға, маған мынандай үйт деп деген сияқты. Бастапқыда бір айға мынандай ақшаға істеп көр, екі жаққа қиын болып кетпейтіндей. Саған бесплатно жүрмейсің сен, оларға төлеуге ыңғайлы болады. Сөйтіп бірге дамисыздар деп. Сөйтіп мен оған қазір айтамын. Әлі айтқан жоқ маған. Мен оқып қойдым. Видео түсіру керек болып қалды. Содан кейін осындай істедім. Міне көрдіңіздер ме? Мен эфирге шығып айттым, бір жігіт айтты, енді даже бір адам жұмыс тауып беріп жатыр. Осылай қимылдасаңыздар, енді сіздер жүре бересетін болсаңыздар, аз ақшаға жұмыс жасайсыздар. Сата алмасаңыздар, тіпті ақша да төлемейді сізге. Мықты маман болыңыз, бәрібір сізге ақша төлемейді. Сізді менсінбейді даже. Бірақ сіз мықты адам, сіз ешқашанда ойламаңыздар, менің ақша беретін адамдардың, сіз керемет, сіз еңбегіңіз бар, сол үшін мен мынандай ақша деп, ондай жоқ. Үнемі саған аз бергісі келеді көп адам. Үнемі сенің еңбегіңді бағалағысы көрмей қалған болғысы келеді, бірақ мұқтаж болып тұрады, сіздерге білдірмейді оны. Талайын көргенмен ондайлар ше. Көрмей қалған болады, білмей қалған болады, өзінше бір сыртынан неважный адам сияқты болып көрсеткісі келеді өзіңді. Нәтижесінде ол ішінен саған мұқтаж болып тұрады жұмысына, себебі жағынан. Ал нәтижесінде оны сізге білдірмейді. Себебі ол саған мұқтаж екенін біліп қалса, сен тұрасында маған 300 мың бересің зарплата, әйтпесе мен кетіп қалай саламын дей салады. Ол соны білдірткісі келмейді деп, амандасқанда да суға қалайсың, келіп жатсың ба жұмысқа, болады. Сауда болып жатыр ма десе, болып жатыр, жайлап қой, жайлап, анау ананың кесірінен, мынаның кесірінен болып жатыр негізі. Қазіргі уақытта осындай, бірақ сенің арқылы сауда жасау да мүмкін да. Сен в общем жайлап енді болады, енді действительно өзгеріс бар, анау мынау деп айтып қояды. Солай да жалпы айтқан кезде. Сол үшін де өз құндарыңды, былай айтқанда жұмыстарының, еңбектеріңіздің бағасын көтеріп, жақсы маман болыңыздар. Просто так бағасын көтере алмайсыздар, бірақ жақсы маман болсаңыздар ғана көтере аласыздар. Міне осы бір нәрсені жақсылап үйреніңіздер, ол сату
қандай мақсатта осыны айттым барлығын. Жан жақты түрде сату, былай айтқанда біреудің уақыты деген сияқты, біреудің айлық зарплатасы темасында келісу, аз ақшаға емес жақсы ақшаға сатуды үйрену. Алдағы уақытта қаншама видео салатын боламын. ютубтан курс алам дегендеріңіз болса, міне астында нөмір болады, осыған хабарласыңыздар. тикток курстарда шығып жатыр, осыны сатуды жақсылап үйрену. Жалпы айтқанда ақша тапқыларың келсе, осы WhatsApp-қа жазыңыздар. Осы жерде төмен бағада, яғни арзан бағада курстар бар, жалпы сіздердің ойларыңызға байланысты. Және мына видеоны қарап кетіңіздер, өте маңызды видео. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге Асқар, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Әр сағат 11-де тиктоктан эфир болады. Түнгі 11-де 23-нде эфирге шығам үнемі. Сол жақта жалпы сұрақтарыңызды қойып кездессек болады. Сау болыңыздар.